Саламатсыздар ма? Қазір біз сіздермен қарайтын есебіміз бұл мына берілген комплекс сандардың тригонометриялық және көрсеткіштік түрде жазу дейді. Жалпы комплекс санның көрсеткіштік тригонометриялық түрде жазылуына келетін болсақ, ол z тең мында r, яғни ұзындығы көбейтілген косинус фи қосу i синус фи. Ал енді бұның көрсеткіштік түрдегісін қарайтын болсақ, ол z көбейтілген e-нің i фи дәрежесі. Мына модуль z дегеніміз, яғни берілген комплекс санымыздың ұзындығы. Ал жақсы, біріншісінен бастайық. 158 z тең 1 деп тұр. Яғни енді бізге не керек? Мына екеуі бір-біріне тең, яғни r z. Көріп тұрғандарыңыздай, нақты бөлігі 1-ге тең, жорамал бөлігі 0-ге тең. Оны a, b деп белгілесек те болады. Енді r-ді табатын болсақ, ол түбірдің астында 1-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты. Ол бәрібір бізде нені береді? 1-ді береді. Енді мына жерден көріп тұрғанымыздай, енді бізге фиді табу керек. Фи деп отырғанымыз арктангенс y бөлу x. Жалпы бізде комплекс санның жазылуы z тең x қосылған y деп жазамыз. Немесе кейбір кітаптарда бұл z тең a қосылған i b деп жазады. Енді осы жерде нақты бөлігі бізде x пен a болады, ал жорамал бөлігі y пен b. Сонда біз арасындағы бұрышты табу үшін не істейміз? Яғни аргумент z табу үшін. Бұны табатын болсақ, бұл міне алдарыңыздағы мына формуламен есептеледі. y бөлінген x, яғни біздің жорамал бөлігіміз 0-ге тең, сондықтан бұл арктангенс 0 бөлінген 1. Ол бәрібір 0-ге тең ғой. Сонда біз фиіміз 0 градус екен. Таптық. Бұл қалай екен? z тең, модуліміз 1-ге тең. Бұл сонда косинус 0 қосылған i синус 0. Міне осыған тең болады екен. Бұл бізде тригонометриялық түрде жазылуы. Келесі, бұның көрсеткіштік түрде жазылуына келетін болсақ, модуль z-іміз неге тең? Бәрібір ол түбірдің астында a квадрат плюс b квадраты тең. Ол 1-ге тең. Сонда бұл e-нің i көбейтілген 0 дәрежесі. Яғни бұл қалай болады? e-нің i фи ол тең, міне жазып кеттік қой. e-нің i фи дәрежесін мұнда жазып қояйық. e-нің i фи дәрежесі бұл косинус фи қосылған i синус фи деген формула бар. Осы арқылы есептелінеді. Келесі бізде 159-шы есеп. 159-ді шығаратын болсақ, бірінші онда модуль z есептейік. Ол түбірдің астында минус 1-дің квадраты қосу 0-дің квадраты, ол 1-ге тең. Ал енді аргумент z-ді есептейтін болсақ, ол тең арктангенс y бөлінген x. Бұл жерде бізде x-іміз терісін, y-іміз 0-ге тең болып тұр ғой, сондықтан бұны есептейтін кезде пи-ді қосамыз. Сонда бұл пи қосу арктангенс 0, ол бәрібір 0 болады, сонда бұл құр пи екен. Ал енді комплекс санымыздың жазылуына келетін болсақ, ұзын модулі 1-ге тең, бұл сонда косинус пи қосылған i синус пи. Ал енді оның көрсеткіштік түріне келетін болсақ, ол e-нің i пи дәрежесі. Көріп тұрғандарыңыздай, косинус пи 180 минус 1-ге тең, ал синус пи 0-ге тең. Сонда бұның бәрібір жауабы минус 1-ді береді. Келесі 160. Модуль z. Бұл тең, бәрібір 0-дің квадраты қосу 1-дің квадраты, ол 1-ге тең. Енді келесі, x-іміз 0-ге тең болып тұр. Яғни нақты бөлігі 0-ге тең, жорамал бөлігі 0-ден үлкен. Бұл жағдайда бізде аргумент z-іміз 90 градус болады. Пи бөлінген 2. Сонда комплекс санымыздың түрі ұзындығы 1-ге тең. Косинус пи бөлінген 2 қосылған i синус пи бөлінген 2. Сонымен енді бұның көрсеткіштік түрін табатын болсақ, бұл e-нің пи бөлінген 2 дәрежесі болады. 160-шы есебімізде. Келесі қайсысы? Бізде 161. Бұл да тура осылай. Модуль z-ді табатын болсақ, ол 1-ге тең. Аргумент
z-іміз x-іміз 0-ге тең, y-іміз теріс сан болғандықтан ол минус пи бөлінген 2. Сонда комплекс санымыздың тригонометриялық түрі 1 көбейтілген косинус минус пи бөлінген 2 қосылған ай синус минус пи бөлінген 2 болады. Ал енді осының көрсеткіш дәрежелік түрдегісін көретін болсақ, бұл e-нің и көбейтілген минус пи бөлінген 2 дәрежесі болады. Келесі 162-ші есебімізге келейік. 162. Енді бұл жерден аргументін табамыз. 2-нің квадраты 4 қосу 4. Бұл түбірасты 8 немесе 2 түбірасты 2 болады. Ал аргумент z екеуі де x та y та оң болғандықтан, ол просто арктангенс x бөлінген y бөлу x болады. Яғни арктангенс y-іміз 2-ке, анау да 2-ке тең. Яғни тангенс қай кезде 1-ге тең? Ол пи бөлінген 4. Сонда бұның тригонометриялық түрі қалай болады? 2 түбірдің астындағы 2, одан кейін косинус пи бөлінген 4 қосылған ай синус пи бөлінген 4 болады екен. Келесі бұның дәрежелік түрі, көрсеткіш түрдегісін көретін болсақ, бұл мына ұзындығы 2 түбірдің астындағы 2 көбейтілген e-нің и пи бөлінген 4 дәрежесі. Меніңше міне екеуі бірдей. Тек мынау e-нің и фи дәрежесі ол косинус фи плюс ай синус фи екенін ұмытпасаңыздар болғаны. Келесі 163-ке. Бұл жердегі x-іміз 0-ге тең, y-іміз минус 5-ге тең. X 0, y теріс сан болса, аргумент z-іміз минус пи бөлінген 2. Ал енді модулін табатын болсаңыздар, ол 5-ге тең болады. Апару енді орнына қойсайық, z тең 5 көбейтілген косинус минус пи бөлінген 2 қосылған ай синус пи бөлінген 2 минус. Ал енді бұны e-нің дәрежесі арқылы жазатын болсақ, бұл 5 көбейтілген e-нің минус и пи бөлінген 2 дәрежесі болады. Келесі 164. 164. А да теріс сан, y да теріс сан. Сондықтан бірінші модулін табайық. Модуль z бұл тең 3-тің квадраты, минус 3-тің квадраты 9, минус 2-нің квадраты 4. Минус түбірдің астында, жалпы түбірдің астында 13-ке тең. Ал енді аргумент z-ті табатын болсақ, екеуі де теріс сан болғандықтан, ол тең минус пи қосылған арктангенс. Бұл жерде y-тің x-қа қатынасы. Y-іміз 2, мынау 3. Сонымен енді z жазайық. Z тең түбірдің астындағы 13 көбейтілген косинус мына жерге минус пи қосылған арктангенс 3-тен 2 және де қосылған ай синус минус пи қосылған арктангенс 3-тен 2. Енді оның e-нің дәрежесі арқылы жазатын болсаңыздар, бұл түбірасты 13 көбейтілген e-нің и көбейту мынау аргументі бола салады. Келесі 165. Модуль z 25 қосу 25. Ол түбірасты 50, ол 5 түбірасты 2-ні береді бізде. Ал енді аргумент z-ті табатын болсақ, x-іміз оң сан, y-іміз теріс сан. Ол кезде бізде қандай болады? Арктангенс y бөлінген x минус 5 бөлінген 5. Бұл минус пи бөлінген 4. Апарып енді тригонометриялық түрде жазатын болсақ, 5 түбірасты 2, мұнда косинус минус пи бөлінген 4 қосылған ай синус минус пи бөлінген 4 болады. Келесі 166.
Енді осымен жазып кеткеннен кейін ары қарай дәрежелік түрде жазатын болсаңыздар, түбір асты 2 көбейтілген e-нің и пи бөлінген 4 еще минус таңбасы. Осылай жаза саласыздар. Тексеріп көрсеңіздер де болады. Мынадан минус түбір асты 2 косинустан бәрібір плюс шығады. Түбір асты 2 бөлінген 2. Омен мынау бәрібір 1-ді береді. Мына жақта минус түбір асты 2 бөлінген 2. Ол бәрібір мынамен қысқарып, мына жауапқа келесіздер соңында. Келесі 166. Модуль z табайық. 2-нің квадраты 4 қосылған 16, түбірдің астындағы 20. Аргумент z екеуі де оңсан болғандықтан ол арктангенс y-дің x-қа қатынасы, яғни 4 бөлу 2. 2-ге тең. Арктангенс 2. z-іміз сонда тең, түбірдің астындағы 20, косинус мына жақта арктангенс 2. Одан кейін қосу i синус арктангенс 2 болады. Келесі 167-ге келейік. Модуль z түбір асты 3-дің квадраты 3, 1-дің квадраты ол 1, минус 1-дің квадраты ол бәрімінен 2 шығады. Ал енді аргумент z табатын болсақ, ол арктангенс y-дің x-қа қатынасы, яғни минус 1 бөлінген түбір асты 3. Немесе бұны минус арктангенс түбір асты 3 бөлінген 3 түрінде жазамыз. Бұл тангенс қай кезде түбір асты 3 бөлінген 3-ке тең екенін еске түсірейік. Ол бізде пи бөлінген 6. Минус пи бөлінген 6 болады. Апарып орнына қоямыз. z тең 2, мұнда косинус минус пи бөлінген 6 қосылған i синус минус пи бөлінген 6 болады. Бұл 167-ші есеп. Келесі мынаны жазатын болсақ, 168. z тең, бірден жазып кете салайық. Модуліміз 2003-тің өзіне тең болады. Онда косинус 0 плюс i синус 0 болады. Енді оның дәрежелік түрде жазатын болсаңыздар, 2003 көбейтілген e-нің и көбейтілген 0 дәрежесі болады. Яғни осыған тең екен. 169. Бұны есептейтін болсаңыздар, косинус пи бөлінген 3-тегі мәнімізді есімізге түсірейік, ол 2-ден 1. Апар орнына қоятын болса, 2-ден 1 мен 2 қысқарады. Сонда z тең 1, ал синус 60 деген түбір асты 3 бөлу 2. Мұна 2 мен 2 қысқарады, минус түбір асты 3 и болады. Ал енді модуль z табайық. Модуль z-іміз 2-ге тең, аргумент z. Арктангенс минус түбір асты 3 бөлінген 1. Яғни бұл бізде не болып тұр? Тангенс қай кезде түбір асты 3-ге тең деген сөз. Ол 60 градус, ол минус пи бөлінген 3. z тең 2 көбейтілген косинус минус пи бөлінген 3 және де қосылған i синус минус пи бөлінген 3-ті береді бізде. Міне осылай. Немесе бірден көрініп тұр мына жерде. Аргументтері пи бөлінген 3-ке, минус пи бөлінген 3-ке тең екендігі. 170. Бұны есептейтін болсаңыздар, бұл қалай болады бізде? Бағанағыдай x 0-ге тең, y оңсан болғандықтан бізде фиіміз, яғни немесе аргумент z-іміз пи бөлінген 2-ке тең. Ұзындығыңыз бәрібір 12-ке тең болады да, сонда z тең 12 көбейтілген косинус пи бөлінген 2 қосылған i синус пи бөлінген 2 болады. Енді оның дәрежесін, e-нің дәрежесі арқылы жазатын болсаңыздар, 12 көбейтілген e-нің и пи бөлінген 2 дәрежесі болады. 171. 171 бізде мұнда и деген қалып кеткен сияқты. Немесе и-сіз шығара берейік.
Так, z-ті табатын болсаңыздар. Модуль z. Ол тең түбірдің астында мұнаның квадраты. Яғни бұл нақты бөлігі болып тұр. Осының квадраты. Яғни 1 минус түбір асты 3-тің квадраты қосылған 0-дің квадраты болып тұр. Бізде мынау теріс сан шықпайтындықтан мына екеуін орнына ауыстырасыздар. Сонда ол түбірдің астындағы 3 минус 1. Енді келесі аргумент z-іміз ол 0-ге тең. Себебі мұнда жорамал бөлігі жоқ болып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. Сонда z-ті жазатын болсаңыздар, ол түбірдің астындағы 3 минус 1. Мұна аргументіміз 0-ге тең болғандықтан, ол косинус 0 плюс i синус 0 градус болады. Так, мына жерден қате кеткен екен бізде. Себебі қараңыздар, y-іміз 0-ге тең болғандықтан, біз оған пи-ді қосуды ұмытып кеттік мына жерден. Плюс пи бар. Сондықтан, мынаған қосатын болсаңыздар, бұның жауабы бәрібір пи, сонда мына жер пи болады. Сонда мына косинус пиіміз минус 1-ді береді, минус 1-ді мынаның әрқайсына көбейтсеңіздер, 1 минус түбір асты 3 шығады. Келесі 172. 173-ті ауызша шығара салайық. Бұның аргументіміз пи бөлінген 3-ке тең. Сонда фи тең пи бөлінген 3. Сонда біздің комплекс санымыз мына түрде, немесе бірден мәнін қоятын болсаңыздар, сандық түрде жазатын болсаңыздар, түбір асты 3 бөлінген 2 қосылған 2-тен 1 и деген түрде болып тұр. Ал енді 172-ге келейік. 172 модулін табайық. Бұл 5 шығады бізде. Минус 4-дің квадраты 16, минус 3-дің квадраты 9, екеуін қоссаңыздар түбір асты 25. Ал енді бізге аргумент z-ті табу керек болып тұр. Аргумент z-ті табатын болсақ, x-та теріс сан, y-імізді теріс сан болып тұр. Сондықтан біз, ол қалай болады? Минус пи қосылған арктангенс y-дің x-қа қатынасы. Яғни 3-ті 4-ке бөлеміз. Аргумент z-іміз осыған тең, енді комплекс санымызды жазатын болсақ, ол 5 көбейтілген, мына жерде косинус, мынаны мен фи күйінде қалдырайын, плюс i синус фи. Бұл жердегі фи деп отырғанымыз мына өрнек. Сонымен бізде есебіміз аяқталды.